Jamal and Ganja. 12 айдың сұлтаны, адамзат баласын жақсылық пен қайырымдылыққа шақыратын қасиетті Рамазан айының басталуына да бірер күндер қалды. Кітапханамыздың ютубтағы ресми парақшасында кезекті не әңгіме подкастың өткізіп, барша мұсылман қауымының ортақ құлшылық айының ерекшелігі, сол айды жасауға болатын және болмайтын амалдарды туралы әңгіме қозғаймыз. Подкаст қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Аққулы ауылы бойынша өкілі Ғабдулуахит Хазірет мешітінің бас имамы Мақсат Сансызбайұлы. Ассалаумағалейкум, Мақсат Сансызбайұлы. Келіп жеткен қасиетті Рамазан айы баршамызға жақсылық пен құт береке әкелсін. Биыл Рамазан оразасы қай күні басталады, әңгімені содан бастасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті тыңдарман қауым, құрметті жамағат. Енді бұйырса, биыл бізде Рамазан айы 1 наурыз күні басталады. Алла нәсіп етсе, 28 ақпан күні бізде былай айтқан кезде кейбір адам ниетке кіреміз деп айтып жатады. Осы ниетке кіру деген жалпы енді тараух намаз басталады. 28 ақпан күні, осы жұма күні бұйырса бізде тараух намазы басталады. Алғашқы тараух 1 наурыз күні толығымен аузымыз берік болады. Енді бұйырса биыл бізде Рамазан айы 29 күн жалғасады. Бізде кейбір адамдар сұрап жатады, неге 30 күн емес, неге 29 күн деген сияқты. Ол жерде айдың толуына байланысты. Әр жыл әртүрлі келуі мүмкін. Бәлкім бір жылдары 29 күн, немесе 2 жыл қатарынан 30 күн болуы мүмкін деген сияқты. Ол айдың толуына байланысты. Сондықтан да биыл мінекей бізде наурыз айының 1-і басталады, 29 күні соңғы Рамазан айы, 30 наурыз күні бізде ораза айт басталады бұйырса иншалла. Рахмет. Енді сізге келесі сұрақ өзіңіз жайлы сұрасақ. Сіз дін жолына қалай келдіңіз, қай жерде діни білім алдыңыз? Енді бірінші Алланың қалауымен, екінші мінекей біздің әкеміздің себепкерлігімен дінге келдік. Мен өзім тумасы, қазіргі Абай облысы, Бесқарағай ауданы, Қоянбай ауылының тумасымын. Сол жерде бізде көрші ауыл болды, Сосновка деген. Қазіргі атауы Ерназар деп аударды. Ол кездегі атауы Сосновка біздің ауылдан 20 километрдей жерде орналасқан. Ол жердің имам болды біздің алғашқы ұстазымыз Ерсайын деген ағамыз. Алла разы болсын, сол кісіге Алла күш қуат берсін. Сол кісі мінекей бізге алғашқы осы араб әліппесін үйретті. Жалпы айтқан кезде Құран әрпін десек те болады. Сол уақытта бізде Қоянбай ауылынан мінекей автобус жүретін, Семей қаласына қатынайтын автобус жүретін. Сол уақытта сағат 6-6:30 жүретін. Сол кезде әкемізге де Алла разы болсын, Алла тағала ғұмыр жасап ұзақ етсін ол кісіні. Солай таңертең апарып отыратын. 6-6:30 отырамыз автобустан, Сосновка деген ауылға түсеміз. Сол жерден мешітке барып, ілім алып, араб тілін үйреніп, әліпби үйреніп, солай барып отыратынбыз. Ол кісі дәрістер, уақыттарын, сабақтарын береді. Ауылға келіп, 1-2 күн дайындалып келеміз, қайтадан сол кісі тапсыруға сөйтіп отыратын. Солай әліппені бітірдік Алланың қалауымен, және де 1-2 сүре жаттап, одан кейін Семей қаласына діни оқуды жалғастырдық, одан кейін Өскемен қаласында діни оқуды жалғастырдық, одан кейін бізде Павлодар қаласында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының медресесі ашылды. Ресми түрде медресе, 3 жылдық медресе ашылды. Абу Бәкір Сыдық деген медресе. Ол кезде бізде, ол 2-ші Павлодарда Муткенова 52 көшесі орналасқан болатын. Біз сол медресеге түстік. Сол медресенің алғашқы ашылған ол кезде 1 жылдай уақыт болған. Біз сол медресенің алғашқы 2-ші түлектері болдық. Ең алғашқы 2-ші түлектері. Қазіргі ол медресе бізде Павлодарский ауылында орналасқан. Қазіргі 2-ші Павлодардағы бұрынғы медресенің орнына қазір қарилар орталығы. Енді жалпы медресе туралы қысқаша айта кетейін. Бізде қазіргі таңда Павлодарский ауылында медреседе шәкірттер қабылдау осы жылы басталады бұйырса, осы мамыр айының аяғына қарай басталады. Ол жерде бізде қазіргі таңда ресми түрде лицензиясы бар, диплом беріледі. Мысалы, ол мамандықта тәмамда шығатын болса, 9-дан кейін түсуге болады. 9-дан оқитын болса, 3 жыл 10 ай оқылады. Ол жерде алғашқы түскен 20 шәкіртке грант беріледі. Ол жерде мысалы қазір медресенің спорт залы бар, жаңадан салынған. Одан кейін оқу корпусы салынып жатыр, жаңадан әдемілеп салынып жатыр заманға сай үлгіде. Одан кейін бізде және де жатақханасы бар, тамағы тегін, 3 мезгіл тамағы беріледі, жататын жер барлығы оқу бәрі тегін бірге. Қазір егер медресе түсем деушілер болса да, сол медресеге біз арқылы келіп, ұсыныс жіберу арқылы түссе болады бірге. Одан кейін біз Алматы қаласына Нұрмаракта түстік. Ол кезде енді қазіргі таңда Нұрмарак медресесіне, университетіне қазір
жағдай бір жасаған, ол кезде біз Қаскелен деген жерде тұрып оқыдық. Ол жақтан пересадка 2 автобуспен келіп солай. Одан кейін біраз уақыттан кейін біз 6 баламен бөлек квартираға шығып, ол кезде мысалы Алматы қаласында квартира қымбат, 120 мың теңге жалдап тұрдық. Сол кезде бізде стипендия ол кезде 16 мың теңге ғана. 6 бала 20 мыңды қосып тұрамыз, тамағы бар деген сияқты біраз мәселелер, қиыншылықтар болды. Қазір енді Аллаға шүкір Нұр-Мүбарак университетінде қазір жатақханасы жанында мысалы. Және де қазір Нұр-Мүбарак университетінде үлкен оқу корпусы салынып жатыр. Қазір барлық жерде жағдай жасаған. Одан бөлек одан кейін біз Шымкент қаласына Қуатбеков атындағы университет бітірдік 4 жылдық. Одан кейін Астана қаласына бізде имамдар білім деңгейі көтеру деген институт болды, соны оқып, одан кейін Зияткер имам деген Әлжан ана мешітінің жанында болған, 2 этаждық. Одан кейін Алматы қаласына имамдар білім жетілдіру институты бар. Сол жақтарда Алла қаламен ілім алдық иншалла. Рахмет, өте керемет. Енді келесі сұрағымыз осы жалғастырсақ, имамдық қызметтегі басты міндеттеріңіз. Енді біздің имамдық қызметтегі басты міндетіміз Алла жолында қызмет қой. Басты міндетіміз Алла жолында қызмет. Мысалы, кейбір адамдар имамдық жұмысты тек қана бір жабдық, жаназа өткізіп қана бір жақты қарайды. Мысалы, ол дұрыс емес нәрсе. Әрине, имамдық қызмет деген нәрсе ол жан жақты. Мысалы, адам баласы дүниеге келген уақыттан бастап қайтқан уақытқа дейін жалпы бүкіл шаралар десек те болады, маңызды болған шаралардың бәрі мешітте өткізіледі. Адам дүниеге келеді, мешітке келеді, азан шақырып берсін деп. Адам баласы бір оқуын бітіретін кезде, емтихан, экзамен тапсыратын кезде мешітке келеді, Алла тағала жәрдемдесін деп. Мысалы, адам баласы бір неке қиятын болса, үйленетін болса, мешітке келеді, некемді қиып берсін деп. Адам баласы бір қиыншылыққа тап болса, мешітке келеді, өлім аузына жататын болса, мешітке келеді, дем салып берсін деп. Адам баласы дүние өткен кезде де мешітке келеді, жалпы жаназа шығарып берсін деп. Сол сияқты адам баласының дүниеге келгеннен бастап қайтқан уақытқа дейін жалпы негізгі рәсімдері мешітте өтеді десек қателеспейміз. Мысалы, бізде имамдық қызметте білесіздер, қазіргі таңда телевидениеға болсын, радиоға болсын уағыздар айтылу. Содан кейін бізде қазіргі таңда қайырымдылық жұмыстары бар, жат ағым өкілдерімен күрес деген сияқты барлық жан-жақты қызметтер қазір қамтылып жатыр. Енді дін жолында жүрген әріптес имамдарымызға да Алла разы болсын деймін, себебі қазіргі таңда дін туралы әр адам әртүрлі пікір айтуы мүмкін. Имамдар туралы болсын, дін туралы болсын, қазір неше түрлі ағымдарда шығып жатыр. Дін атын жамылып, мысалы, кейбір адамдар YouTube арнасына шығады, тақиясын киіп алады, шапанын киіп алады. Оны танымайтын адамдар мысалы имамды билесуі мүмкін. Ол өз уағыздарын жүргізе бастайды, неше түрлі жат ағым уағыздарын жүргізе бастайды. Сондықтан да біз айтамыз, кез келген сұрақ болатын болса, ресми түрде бекітілген дін маманынан сұрауымыз керек. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бекіткен дін мамандарынан сұрайтын болсаңыз, сонда адаспайсыз, қателеспейсіз. Мысалы, біз тіпті картинка таратқан өзінде де бізде картинканың жоғары жағында немесе кез келген бөлігінде КМДБ деген логотип болады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы деген. Сондай арналар. Одан кейін бізде ресми түрде бекітілген сайттарымыз бар, YouTube арнасы бар, Мұнара ТВ бар деген сияқты. Сонда ресми болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сараптамасын өткен әдебиеттерде ғана оқитын болсақ, солардың біздің ресми түрде бекітілген дін мамандарының уағыздарын тыңдайтын болсақ, сонда адаспаймыз, қателеспейміз иншалла. Енді келесі сұрақ, осы Рамазан айы жақындап келе жатыр ғой. Соған биылғы Рамазан айында жергілікті жамағатты қандай ерекшеліктер күтіп тұр? Және қасиетті айда мешіттер, жамағаттар қалай дайындалып жатыр? Енді бізде шама келгенше әрбір Рамазан айын әрбір жылы ерекше өткізуге тырысамыз. Жамағаттың бірлесіп, бұйырса енді әлі де қазір жамағаттармен ақылдасып, біраз жоспарлар құрылып жатыр. Бұйырса енді бізде қадір түні бар. Қадір түні уақытында да біз жоспарлар бар. Сондай бір шаралар өткізуге біз жылда қадір түні уақытында біз шәкірттер арасында Құран жарысын, азан жарысын, сондай бір қазақи нелер жарысы ұйымдастыратынбыз. Биыл да енді бұйырса соны жоспарлап отырмыз. Биыл Алла нәсіп етсе, енді қадір түні тараух намазынан бастап таң намазына дейін біздің кейбір жамағаттарымыз мешіт өткізеді. Алла разы болсын, керемет нәрсе. Сол жер ғибадаттарын жасайды, шамасы келгенше намазын оқып, құлшылық жасап Аллаға тәубе етеді. Сол уақыттарда бұйырса біз сәресін беруді, мешіт атынан, жамағат атынан сәресін беруді де сонда ұйымдастырып отырмыз. Бұйырса Алла нәсіп етсе, қазір тағы да жоспарлар пысықтап отырмыз. Алла нәсіп етсе, биылғы Рамазан айы бұйырса иншалла ерекше өтеді деген ойдамын бұйырса. Енді осыны жалғастырсақ, егер Рамазан айының басты ерекшеліктері қандай? Және ораза ұстау жиі кездесетін сұрақтар. Енді бізде Рамазан айында жақындаған кезде бізде жылда әртүрлі адамдар хабарласады, мешітке келеді, WhatsApp желісі арқылы, біздің мешітіміздің Instagram желісі бар, сол арқылы да көптеген сұрақтар қойып жатады. Жалпы Рамазан айында мысалы кейбір адамдар сұрап жатады, көбінесе қойылатын сұрақтарға тоқтала келсек,
Рамазан айында басында ортасында аяғында 3 күн ораза ұстасақ бола ма деп жатады мысалы. Рамазан айы олай ұсталмайды. Рамазан айы толық бір ай ұстау парыз міндет болып саналады. Басында ортасында аяғында 3 күннен басқа айларда ұстасаңыз да болады. Мұхаррам айы болсын, шағбан айы, ережеп айы, шәуәл айы болсын, сол айларда басында ортасында аяғын 3 күн ұстасаңыз да болады. Немесе әр апта сайын дүйсенбі бейсенбі ұстасаңыз да болады. Ол енді нәпіл сүннет оразалар болып жүре береді. Ал Рамазан айын толық бір ай ұстау парыз міндет болып саналады. Енді мысалы Рамазан айына қатысты бізде кейбір адамдар тағы сұрақ қойып жатады. Жалпы мен білмей тамақ ішіп қойдым, мысалы не болады деген сияқты, ораза бұзылма деп. Егер адам баласы ұмыт кетіп білмей тамағын ішіп қоятын болса, оның оразасы бұзылған жоқ. Қашан есіне түскен уақытта дереу тоқтатып, егер де мысалы арғы жұтпайтын болса, ауыздан шығарып, ауызын шайып, қайтадан оразасын жалғастыра береді. Егер де тамағын бәрін ішіп қойып, сосын бірақ есіне түсетін болса, ол уақыт оразасы бұзылған жоқ, ауызын шайып, арғы оразасын жалғастыра береді. Бірақ адам баласы әдейі ішіп жемеу керек, сол жағын басына назар салу керек. Ұмытып кететін болса, байқамай қалатын болса, ол ұмытып кететін болса, ешнәрсе кетпейді. Мысалы осындай деген мәселе бар. Қазір ең бір маңыздың бірі десек болады, көп адамдар осы жерден қателеседі. Мысалы ұмыт кету деген бар, және де байқамай амалсыздан кетіп қалу деген бар. Мысалы бір адам баласы, мысалы алайық, бассейнге түсті. Бассейнге түскен кезде ораза екенін біліп тұр, бірақ амалсыздан аузынан мұрнына су кіріп кетті мысалы. Сол уақытта оның оразасы оны бұзылды екен деп, ол сол күндік оразасын ашып жіберуге болмайды. Ол сол күндік оразасын толық ұстайды, бірақ айттан кейін бір күн өтіп береді. Көрдіңіз, ол енді ораза екенін біліп тұр, бірақ та амалсыздан аузы мұрнына су кіріп кетті байқамай. Ол уақытта сол күндік оразасын ұстап, айттан кейін бір күн өте береді. Ал енді мысалы ұмыт кету деген бар. Адам ұмыт кетіп, тіпті ораза екенін ұмыт кетіп, су ішіп қойса, сосын есіне түсетін болса, оның оразасы бұзылған жоқ. Онда ол оразасын, яғни арға жалғастыра береді. Ал енді әдейі істеу деген бар. Әдейі істеу деген нәрсе, біліп тұрып, оразаны біліп тұрып, тамақ жейтін болса, су ішетін болса, онда 60 күн кафарат болады, Құдай сақтасын. Сондықтан да сол жағына өте сақ болуымыз керек. Енді пітір садақаға келсек, бұл туралы енді көп әңгіме жүріп жатыр ғой. Біреулер мешітке бару керек десе, біреулер жеке адамдардың, мұқтаж адамдардың қолына тікелей берген сауап мол болады. Сол туралы біраз сөйлеп кетсеңіз. Енді пітір садақаны адам баласы осы қасиетті Рамазан айында беріледі. Жалпы енді әр адам өзі біледі, кімге берсе де өзінің берілетін үкімдері бар, орындары бар. Мысалы жетім жесірлерге, міскіндерге, жолда қалғандарға берсеңіз, Алла жолында жүргендерге берсеңіз де болады. Бізде мысалы бір мұқтаж жанға берсеңіз де болады. Берген кезде сіз 100% сенімді болуыңыз керек. Сол сіздің берген пітір садақаңызға ол кісі бір харам нәрсе алмайтынына, арақ шарап алмайтынына сенімді болуыңыз керек. Егер де мысалы бір дәрі-дәрмек, тамақ, киім алатын болса, онда ол мәселе жоқ, берсеңіз де болады, сауабы да бар. Мысалы бізде кейбір адамдар, мысалы бір адамдарға беретін болсақ, сол 650 теңгені беретін болсақ, 655 теңге бекітілді биыл, 655 теңге сол пітір садақаны беретін болсақ, кейбіреулер намастанады, алмайды деп жатады мысалы. Сол уақыттарда бізге мысалы мешітке әкеледі, мешітте мысалы жазылады, барлығы жазылып отырады. Және де сол пітір садақаны жинаған қаражатқа да бізде қазір таңда білесіздер, Қазақстан мұсылмандар діни басқарма тарапынан да зекет және қайырымдылық қоры деген бар мысалы. Сол тараптың арқылы зекет берілгендер, пітір садақалар болсын берілген тараптардан қазір көптеген қайырымдылық істер жасалып жатыр. Оны мысалы біреулер біледі, біреулер білмейді. Қазіргі таңда muftiyat.kz деген сайт бар. Сол сайт арқылы сол жерге салынып отырады. Сол сайттан көрсеңіздер де болады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан көптеген азық-түліктер таратылады. Рамазан айында одан да көп таратылады. Мысалы киім-кешектер болсын, мемлекеттің қаражатынан бөлек бізде мешіт тарапынан жамағатпен бірлесіп үйлесіп пәтерге деген бар акция бар. Үйлесіп пәтерге деген муфтият тарапынан осы дін қызметкері, имамдар атсалысуымен осы үйлесіп пәтерге қазіргі таңда 764 шатаспасын, 800-ге жуық пәтерлер берілді мысалы. 700-ден аса пәтер беріліп жатыр мысалы. Былай қарасақ, оның барлығын көп біле бермейді, бірақ та ол бізде muftiyat.kz деген сайтта ол жер салынып отырады барлығы. Сол арқылы көрсеңіздер де, таныссаңыздар да болады иншалла. Енді жаңа мына Рамазан айында енді қадір түні, қасиетті түн дейді ғой. Сол туралы айтып кетсеңіз, қадір түніне. Енді бізде қадір түні білесіздер, бізде қадір түнін Рамазан айының соңғы 10 түні іздеңдер дейді. Рамазан айының соңғы 10 түнінде бір күнде қадір түн жасырылған дініміз бойынша. Бізде енді көпшілік ғалымдардың пікірі бойынша осы Рамазан 26-сынан 27-сіне қараған түн, яғни бізде биылдан мінекей 26-шы, 20-сынан 27-сіне қараған түн қадір түні бекітеміз. Бірақ та адам баласы шамасы келгенше сол соңғы 10 түннің барлығын ғибадатпен өткізетін болса, дұға жасаумен, зікір айтумен, Алладан кешірім сұраумен өткізетін болса, иншалла, оның уақыты дәл қадір түні түсетін болса, Алланың қалауымен сол уақытта жасаған дұғалары да қабыл болады. Сондықтан да қадір түні шамасы келгенше осы Рамазан айының соңғы 10 түннің барлығын
ғибадатын өткізетін болса, иншалла орнын сөндіру болады. Мгм. Енді қазір енді ораза тұтушылардың қатары көбейді ғой. Бұл жағынан бір жағынан қарасақ бұл қуантарлық жағдай. Дегенмен қазіргі жастар ғибадаттың маңыздылығын кейбіреуі түсінбейді, кейбіреуі ермек үшін ораза ұстауы мүмкін. Сол туралы ойыңыз. Мұның соңы дініміздің қадірін кетіру мүмкін бе, или сіз қалай ойлайсыз? Енді мысалы осылай болады. Жалпы тіпті ораза ұстамай, тіпті намаз оқымай жүруіне қарағанда, арасында болсын келіп, мысалы жұма күні мысалы кейбір адамдар бар, енді бастап жатқан жұма намазға келіп жатқандар да бар. Мен сізге былай түсіндірейін. Мысалы бір екі адам болады. Екі адам келе жатыр, Рамазан айы басталды. Рамазан айы басталған кезде әлгі адам, бірінші екеуі де мысалы күнәға батып жүрген адам, Рамазан айы басталды, біреу ораза ұстап бастады, екіншісі мен ары қарай күнәмді жалғастыра беремін деп кетті де мысалы. Бірақ Рамазан айында кімдеген бір жақсы амал жасайтын болса, бір амал жасайтын болса, бұның амалы басқа уақыттарға қарағанда еселеп жазылады. Кімдеген Рамазан айы бір күнә жасайтын болса, бұның да күнәсі басқа уақыттарға қарағанда еселеп жазылады. Сондықтан Рамазан айы кірген кезде әлгі ораза ұстаған адам ораза арқылы өзінің өткен кеткен біліп білмей істеген күнәларынан Алла тағаладан кешірім сұрайды. Оразасын шынайы ниетпен ұстайды мысалы ұстаған кезде. Одан кейін екеуі әлгі адам мысалы мен бәрі де күнәһармын ғой деп ары қарай күндіз тамағын ішіп оразасын ұстамай неше түрлі күнә жасай беретін болса, Рамазан айына шыққан кезде екеуінің дәрежесі қандай болады? Өзіңіз де біліп тұрсыз, мысалы ораза ұстаған адам бәлкім жүрегінің иманы болып ары қарай күнәсін тоқтатып кетуі мүмкін. Ал енді әлгі адам мысалы оразасын ұстамаған адам ары қарай да жүре беруі мүмкін. Сондықтан иншалла адам баласы ол алысып жүр ме дінімізден, ішіп жүр ме, темекісін тартып жүр ме, арағын ішіп жүр ме, неше түрлі күнә жасап жүр ме, керісінше ол адам тәубеге келетін болса, осы оразаға болсын, намазға болсын тәубе ететін болса, Алла тағаладан енді кешір, ондай күнә жасамайын деп тәубе ететін болса, оразасын бастап кетсе болады, намазын бастап кетсе болады. Мысалы бізде қазір кейбір адамдар айтады ғой, мен темекімді, боқтығымды, арағымды қойып алайын, сосын бірақ намаз оқиын деп жатады. Мысалы былай айтқан кезде осы сияқты ғой, біздің барлығымыз көзіміз ашық, біздің денеміз компьютер сияқты. Компьютерді мысалы алайық, компьютердің ішіндегі вирустар бұл біздің адамдар мысалы темекісі, боқтығы, күнәлары мысалы. Антивирус деген нәрсе бұл намаз, оразасы мысалы. Егер адам айтатын болса, мен бірінші осы компьютердің ішіндегі вирустарын өшіріп алайын, сосын бірақ антивирус орнатамын десе, олай келмейді мысалы. Ең бірінші компьютерға антивирус керек. Антивирус орнату арқылы адам вирустарын өшіре бастайды. Сол сияқты ең бірінші адамның жүрегіне бірінші намаз, оразасын орнатып алатын болса, сол арқылы күнәларын тоқтата бастайды. Адам мысалы міне темекімді қойдым, арағымды қойдым, сосын кірем деген нәрсе адамдар енді өте сирек, бірақ та адам баласы бірінші ішіп жүрсе, тартып жүрсе, намазға, оразаға кіріп кететін болса, сол арқылы дінді білген сайын күнәларыңды қоя бастайтын болуымыз керек. Себебі Алла тағала бір қадам жақындасақ, Алла тағала бізге 10 қадам жақындайды, біз алыстайтын болсақ, Алла тағала бізден алыстайтын болуымыз керек. Енді осы сұраққа қайтадан келсек, кейбір азаматтар оразаның бір айын ауыз бекітіп, өзін жақсы тәрбиелі адам санатынан көрсетеді. Кейде ораза аяқталғаннан кейін бұрынғы жаман әдеттерін қайта бастап кетеді. Енді сол туралы. Енді оразада мысалы адам баласы оразаға бастаған кезде шынайы ниетпен кіретін болса, мен ойлаймын, иншалла адам өз нәпсісін тәрбиелеп білу керек. Оразада адам қалай тақуалықта болды, оразадан кейін де солай тақуалықта болған дұрыс болады негізінде. Мысалы бізде 200-ліктен Алла сақтасын. Мысалы қабыл болған қажылықта қарасақ та, оразаны қарасақ та, кез келген мәселені қажылыққа сіз егер мысалы барған кезде, келген уақытта сіз барған кезде қандай болыңыз, келген уақытта 180 градусқа жақсылыққа өзгеретін болсаңыз, онда бұл қажылықтың қабыл болған белгісі. Дәл сол сияқты оразада да солай болу керек. Оразаға дейін сіз күнә жасап келдіңіз бе, оразаға кірдіңіз бе, тақуалыққа мән бересіз. Адам баласы бір әрбір жақсылық жасауға тырысады, күнәлі істен аулақ болуға тырысады, мысалы неше түрлі харамнан аулақ жүруге тырысады. Оразадан кейін де дәл солай тақуалықты жалғастыруымыз керек. Сонда ғана иншалла Алланың қалауымен оразасын иншалла қабыл болуының себепкері болады бұйырса. Рахмет. Оразаның шарттары, парыздар болады ғой. Соған біраз тоқталып кетсеңіз қазіргі жастарға. Енді оразаның шарттар, парыздар айтатын болсақ, мысалы мұсылман болу керек, ақыл есі дұрыс, балиғат жасына жеткен адам болу керек. Мысалы егер де ақыл есі дұрыс емес адам болатын болса, дүниеге келгеннен бастап ақыл есі дұрыс емес адам болатын болса, оған ораза міндет емес. Намаз да міндет емес, мысалы ақыл есі дұрыс емес адам болатын болса. Ол тек намаз, ораза ақыл иелеріне түсірген. Ақыл иелеріне түсірген. Мысалы және де дәл сол балиғат жасқа жеткен болу керек. Балиғат жасқа жетпеген кішкентай балаға ораза, намаз фарыз емес. Бірақ та оразаға
үйрету ниетімен бізде мысалы өзімде балаларым бар, мен кішкентай балаларым тоже таңертең сәресіне бірге тұрады мысалы. Оларды бірге ораза ұстауға тырысады. Шамасы келгенше ауыз бекітсе болады мысалы. Түске дейін шыдай ала ма, ораза өзі бірге ниет етіп, оларға күнә жазылмайды, баля жасау туған жоқ кішкентай балалар. Түске дейін оразасын шыдағанша ұстаса болады. Түстен кейін ашып жіберетін болса еш нәрсе кетпейді. Себебі олар күнә жазмайды. Оларға жалпы оразада қызықтыру ниетімен ғой мысалы. Бірге ұстап, ауыз ашарда бірге отырып деген сияқты сол мәселелер. Сондықтан да оразаның парыз шарттары балағат жасқа толған болу керек. Оларға міндет парыз болып саналады. Балағат жасқа толмаған болатын болса, оған міндет емес, парыз емес екенін ұмытпауымыз керек. Егер діни мерекелер бізде көп қой, сол діни мерекелерді дұрыстап атау үшін қандай кеңестер бересіз? Енді бізде діни мерекелерді шамасы келгенше туған туысқандарын қуантып, мысалы бізде мұсылманда діни мерекелерді білесіздер, қасиетті Рамазан айы, Құрбан айт, мұсылман үлкен мерекелердің бірі мысалы. Осы Рамазан айында келген уақытта бұл мереке ғой, мысалы үйлеріне, отбасына, мысалы жақындарына сыйлықтар сыйлайтын болса, үйіне мысалы Рамазан, қош келдің Рамазан деп деген сияқты іліп қоятын болса, мерекелік сияқты іліп қоятын болса, мысалы онда тұрған еш нәрсе жоқ, керісінше ол жақсы нәрсе. Себебі балалар көріп өседі Рамазан айы мереке екендігін, Құрбан айт мереке екендігін. Бізде мысалы Құрбан айт мерекесін жылда мешіттің алдында күрес шараларын біз ұйымдастырамыз. Арқан тарту, ері көтеру, балаларға тегін балмұздақ тарату деген сияқты, плов тарату, қымыз беру деген сияқты шараларды ұйымдастырып келеміз. Алланың қалауымен сол жамағаттың бірлесіп ұйымдастырып келеміз, Аллаға шүкір. Сол сияқты Рамазан айында солай мысалы ауызашарлар беруге, ауызашар бергенде де мерекелік туған туысқандарын шақырып, ауыз берген адамдарды шақырып қамтып, сол жерде де мерекелік дастархан сияқты өткізеді болады мысалы. Сондай мерекелерді шамасы келгенше ғибадат жасап, Аллаға құлшылық жасауға арнайтын болсаңыз да, әрине бұл нұрдың үстіне нұр болады иншалла. Енді біздің оқырмандарға, аудандық кітапхананың оқырмандарына кеңестеріңіз, ақылыңыз болса айтып кетсеңіз. Енді айтарымыз, мінекей қасиетті Рамазан айы жақындап қалды. Мінекей 4 күнде ғана уақыт қалды ғой Рамазан айы басталуына бұйырса. Сол Рамазан айы бұл бізге берілген мүмкіндік. Осы Рамазан айынан айырылып қалмаңыздар, құрметті жамағат. Себебі Рамазан айы жеткендер де бар, жетпегендер де бар. Келесі Рамазан айы жетеміз бе, жете алмаймыз ба, бір Алла біледі. Сондықтан Рамазан айы басталған уақытта иншалла шама келгенше оразамен бастайтын болсаңыз жақсы болады. Шама келгенше ғибадат амалдарыңыз көбірек жасасаңыз жақсы болады. Рамазан айы бұл енді жоғарыда айтқанымыздай, қандай бір жақсылық жасасақ та сауап еселеп жазылады, қандай бір күнә жасасақ та бұнда күнәсі еселеп жазылады. Сондықтан Рамазан айы бұл бізге берілген мүмкіндік. Осы мүмкіндіктен айырылып қалмай, шама келгенше сауапты амалдар жасауға тырысайық иншалла. Рахмет. Рахмет. Құрметті оқырмандар, аудандық кітапханамыздың оқу залынан Иман, Мұнара діни танымдық газет журналдарды алып оқысаңыздар болады. Мақсат Сансызбайұлы, шақыруымызды қабыл алып, сұхбатымызды бергеніңіз үшін көп рахмет. Келе жатқан Рамазан айы баршамызға берекелі, дұға тілегіміз қабыл болатын, тілектеріміз қабыл болатын ай болсын. Амин. Рахмет сізге. Амин. Jamal and Ganja.